Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында пісіретін керемет пиццаның рецебімен бөліскім келеді. Бұл пиццаның қамыры өте сондай керемет болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Ең алдымен қамырын жасау үшін суымызға қант, тұз және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз, апары дайындау үшін. 15 минуттан соң біздің апарымыз дайын болды. Оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұнымызды көп салып жібермейміз, ол кішкене жабысқақ болады. Сол кезде осылай майды жағып, тағы да илеп жіберіп, жылы жерге 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз көтерілгенше. Ол көтерілгенше салмасын әзірлейтін боламыз. Мұнда менде кетчуп пен майонезді араластырдым. Және де салмасына өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыз болады. Мен колбаса және де тәтті бұрыш, содан соң қызанақ және де сыр қосқан болатынмын бетіне. Ол міндетті түрде моцарелла емес, кәдімгі сырды салған болатынмын. Екі түрінен, біреуі копченый және де біреуі кәдімгі сыр. Мінекей қамырымыз көтерілді, оны жайып дөңгелетіп шығатын боламыз. Менде мұнда қамырдан 2 пицца шығатын болады. Мінекей осындай арнайы пицца пісіретін табамды алдын ала майлап алдым, және де ұмытпай тұрып, духовкамызды қыздырып қоятын боламыз. Осылай майды жағып шықтымда, қамырымды ішіне дөңгелетіп жайып шығатын боламын. Мінекей осылай жайып шықтым, және де кетчуп пен майонез араласқан соусымызды түгелімен бетіне жағып шығып, жаңағы салмаларымызды кезекпен кезек салып шығатын боламыз. Мінекей осылай барлық салмаларымды салып шықтым, және де духовкамызға салатын боламыз, шамамен 20 минуттай. Және де пісуіне 5 минут қалған кезде осылай сырларымызды салып шығатын боламыз, және де тағы да 5 минуттай уақытқа салып алатын боламыз, сырымыз ерігенше. Және де мен осылай фиталкстар қойып шыққан болатынмын. Ол міндетті емес, жай өзіміз ұнатқандықтан қойған болатынмын. Мінекей пиццамыз дайын болды. Осылай табамнан түсіріп алдым. Мінекей өте сондай керемет, дәмді болып шығады. Осылай бөліп шыққан болатынмын. Бұл пиццаны жеген адам әрдайым менен рецебін сұрайды. Себебі бұның наны да өте сондай жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, үй жағдайындағы пиццаға шынымен де ештеңе жетпейді ғой. Үй жағдайында жасаған пицца өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Сау болыңыз.